Так, здравствуйте, дорогие коллеги, еще раз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Астана қаласы бойынша Жангелді мырза бар ма екен? Астана қаласы бойынша кім бар? Айтып жіберсеңіздер. Шымкент қаласы, Асылбек мырза, Шымкент қаласынан кім бар екен? Шымкент қаласы жоқ, иә? Ақтау қаласы, Ақтау қаласынан Қобла мырза бар ма? Құралай Түрешова, сіз қай қаладансыз? саламатсыз ба? Түркістан қаласынанмын. Түркістан, керемет, жақсы. Кеше сіздерді іздеп қалдық та. Құралай, рахмет. Әлі приказ шыққан жоқ қой, иә? Шықты ма? Микрофоныңыз. Шықпай тұр ау деймін. Так. Друзья, пока бір қаладан да, получается, с одного города. Нет, у нас есть тут город Семей, город Туркестан, и здесь учителя есть, но пока еще не отзываются, не знаю, с какого города. Нургуль. Саламатсыздар ма әріптестер, Астана қаласы айтайын. Ага, өте керемет. Ассалаумағалейкум, жандос, қалыңыз қалай? Қалай? Астана Жангелді, иә, сіз осындасыз ғой, иә? Жоқ, жандос. Жандос ба? Жандос. Кешіріңіз, Жандос. Так, Шымкент қаласынан бар ма екен, Асылбек мырза? Жандос, сіз мектептенсіз ғой, иә? Иә. Жақсы. Так, коллеги, еще подождем. Должны быть городские технические специалисты. Я смотрю, что со школ тоже, да, присоединились. В принципе, не обязательно со школ, но хорошо. Главное, чтобы городские технические специалисты были здесь, потому что информация главным образом для вас.
Коллеги, прошу прощения за задержку. Мы ждем технический специалист из города Астаны и Шымкент. Город Шымкент есть представители? Аслыбек Мурза есть? Шымкент қаласынан кім бар екен? кешіріңіздер, Астана қаласының координатор мен болам, Андос Каракской. Ага, Мгм. рахмет. Саламатсыздар ма, кешіріңіздер, енді қосылдым мен де. Кешіріңіз, кім жаңа сөйлеп жатыр еді? Сабыржан ғой. Ага, Сабыржан, қай қала? Саламатсыздар ма, Астана қаласы. Ага, Астана. Аха. Астанадан Жандос еді ғой. Жандос және Сабыржан бұрын алдында екеуміз істедік. Жарайды, жақсы. Шымкенттен әлі ешкім жоқ, иә? Зүлфия сұрақ болма. Шымкентті ғана күтіп отырық па? Әлде Семей, Ақтау қосылған жоқ па әлі? Семей бар, Ақтау қаласы жоқ болып тұр әлі, Мгм. және Шымкент қаласы. Жоқ деймін да. Кешірім Мгм. өтінемін. Да, Телефон ничего. жазылып еді.
Шымкент қаласы Асылбек мырза кірді, иә? Осында. Кіріп отырмын. Жақсы, керемет. Саламатсыздар. Сәлеметсіз бе? Ақтау қаласынан кім бар екен? Ақтау қаласының координаторы да орналаспай тұр. Ақтау қаласы. Так, дорогие коллеги, ждем город Ахтау. Прошу прощения, всем будет выслано заранее сообщение и ссылка. Дауыс естілмейді. Сәл қаттырақ айтпаса естілмей жатыр екен. Жақсы, қазір. Қазір ше? Енді нормально. Рахмет, қазір мен тағы да хабарласып көрейін Ақтау қаласымен. Так, хорошо. Дорогие коллеги, құрметті әріптестер, өзімді таныстырып өтіп кетейін. Мен Айнабаева Зульфия Мақсатовна. Осы жобаның координаторы боламын. Бүгін біз сіздерге техникалық тренинг өткіземіз. Өткізетін адам Назар мырза. Назар мырза сіздерге үлкен көмек көрсететін болады, өйткені ол национальный координатор болады, технический координатор болады. Уважаемые участники, технические специалисты, добрый день еще раз. Разрешите себя представить. Я Айнабаева Зульфия Махсутовна, координатор данного проекта. Сейчас вам проведем тренинг. Тренинг будет вести Назар. Он наш национальный технический координатор. То есть все вопросы по техническим моментам вы будете решать вместе. Соответственно, думаю, вам надо будет создать WhatsApp-группу, да, Назар, где Да. вы можете, да, спокойно по вопросам решать, да, сразу, да, в моменте возникновения каких-либо проблем. Так, теперь хотела бы немножко объяснить общие, да, тренды, что надо делать новым городам и старым городам, да. Новые города, тут у нас только Семей и Туркестан, да. Давайте я вам объясню, что надо сделать в общем, да. Дальше старые города и затем, Назар, ваш тренинг, хорошо? Хорошо. Так, в общем, новые города, Ахтау нет, Семей и Туркестан, Наиль Мырза и Куралай ханым, да. Так, что вам надо сделать, да? На следующей неделе у нас вам в города прибудут планшеты и чехлы. Что вам надо будет с ними сделать, да? То есть, наверное, вы уже будете знать, какие у вас школы, да, прикреплены за этим проектом. Свяжитесь с этими школами, установите дату, да, и каким образом вы туда доставите эти чехлы и планшеты. Я думаю, в каждой школе есть, да, как бы возможность от метод-центра привести до своей школы планшеты и чехлы. То есть доставка будет в метод-центр. Там же в метод-центре вы можете, в принципе, установить программу, да, приложение Акелиус, удостовериться, что все работает, да. Дальше распределить эти планшеты по школам. Напоминаю вам, прибудет 90 планшетов с чехлами и наушниками на следующей неделе.
в метод-центр. Дальше вы будете распределять их по школам, передаете по школам. После, как школы получат планшеты, определятся с классами, да, где они будут храниться, вы должны провести тренинг. Тренинг желательно на следующей или последующей неделе, да, с 22 декабря. Тренинг, который вы будете проводить, должен пройти оффлайн. То есть вы собираете всех учителей 3 школ в одной школе, да, где уже планшеты и приложения установлены. И там же проводите тренинг по работе с Акелиус приложением, по техническим моментам, как управлять планшетами. То, что сегодня Назар Мурза будет вам объяснять. Есть пока вопросы? Наиль Мурза, Құралай ханым. Жоқ, сұрақ Мгм. жоқ. Түсінікті. Әзірше жоқ, иә? Егер Мгм. сұрақтарыңыз болса, мені жекемен шығып сұрасаңыз болады, жүре ма? Жарайды. Назар Мырза да міндетті түрде сіздерге жауап береді. Ага, Наиль Мурза, у вас есть вопросы? Мгм. Если есть вопросы, можете, в принципе, и в личку писать мне и Назару, да, мы не против. Сұрақтар жоқ. Ага, хорошо, спасибо большое. Так, хорошо, теперь по старым городам. Жандос, Сабыржан и Асылбек, да? Қазақша айта берейін ба? Жоқ, орысша жүре берейін ба? Айта беріңіз, маған айтып беріңіз. Қазақша. Ага, жақсы. Сіздер, мен сіздердің жаңағы есептеріңізді оқып көрдік, иә? Ол жерде сіздер не істейсіздер, иә? Бір қалаға барып шығыпсыздар, бір мектепке барып планшеттерді қарап шығыпсыздар, иә? Енді сіздердің міндеттеріңіз бүкіл мектептерге барып, планшеттерін қарап, наушниктарын барап, иә? Жұмыс істеп тұр ма екен, қандай проблема бар, технический жағынан, иә, әрине. Сынып қалған немесе істен шығып қалған планшеттер бар ма екен, солардың бәрін есеп түрінде жазып, Назар Мырзаға тапсырып тұруыңыз керексіздер, иә? Яғни бізде 100% жаңағы техникалық жабдықталу болу керек және істеп тұру керек, иә? Яғни құралдарда және жаңағы приложениеда жұмыс істеп тұру керек, иә? Сосын кейін сіздерде мұғалімдердің барлығын жинайсыз. Сіздерде мысалы так, қазір мен айтып жіберейін. Астана қаласы бойынша 43 мұғалім, соларды жинап, соларға тренинг өткізесіз. Осы бүгінгі үйренген заттарыңызды мен бөлісіп, иә? Шымкент қаласы сіздер 36 мұғалім жинайсыз, ал өзге бірде көбіне айтсаңыз, өздері жинап. Үйде дауысын. Сәл дауысын қоспасаңыз естілмей жатыр. Кешіріңіз, иә. Астана қаласынан бастайын, иә. Астана қаласы сіз 43 мұғалімдерді бір мектепке жинап, осы бүгінгі өткізген тренингтағы жаңа материалмен бөлісесіздер. Иә. Шымкент қаласы сіздер 36 мұғалімдерді жинап, бір мектепке бүгінгі өткен тренингпен, жаңалықпен бөлісесіз. Түсінікті ғой, иә, бұл зат? Иә. Жақсы. Тренинг міндетті түрде офлайн болу керек, офлайн болу керек, иә? Бірінші тренинг, иә, өйткені жаңа мұғалімдер де бар, иә, ескі мұғалімдер де бар, иә, бұған дейін қатысып келе жатқан. Бірақ Акелиус приложениясы, иә, жалпы ай сайын, квартал сайын өзгеріп тұрады, сондықтан жаңалықтар өте көп болады. Қазір Назар Мырза осымен бөліседі сіздерге. Және Назар Мырза сіздерге жаңағы презентацияны береді, және осы кездесудің видеосы, иә, сіздерге, записі сіздерге жіберіледі. Сондықтан да мұқият тыңдасаңыздар да болады, иә, кейбір заттарды осы жерден қайтадан көріп жаңағы жазып алуға болады. Так, еще есть какие-либо вопросы? Также, дорогие коллеги, у вас по договору каждый месяц, да, вы проводите тоже технический тренинг, да, то есть собираете учителей, можно уже онлайн, извиняюсь, по возникшим вопросам, да, так как это все-таки техника, да, возможно, будут какие-то вопросы, собираете учителей, да, и обязательно решаете вопросы с национальным техническим координатором, то есть Назаром.
И один момент, всегда все любые мероприятия, пожалуйста, фиксируйте, чтобы вы могли в отчете это указать, да, ссылками, с фотографиями, да. Пожалуйста, покажите свои работы, какие вы работу выполняете. Так, если пока нет вопросов, Назар Мырза, я думаю, вы можете начинать, да? Мгм. Әріптестер сұрақ жоқ болса, Назар Мырзаның сөз берейік, иә? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Здравствуйте, дорогие коллеги. Вам как удобно, қазақша, орысша? Я могу екеуін араластырып сөйлесуге де. Қазақша. Егер қазақша десеңіздер, қазақша өткізейін онда толығымен. Бірақ презентация орысша дайындалған. Жалпы сіздерге қазір ең аяғында вопросы и ответы деген болады. Сол жақта қазақшада да сұрақ қоямын. Мен қазақша жауап бере берсеңіздер болады. Возможно. Презентация кейін тасталына ма? Ау, Презентацияны кейін жібере аласыздар ма? жібере аламыз, иә. Презентацияны және қазір мен группа создавать еткеннен кейін айтишниктардың арасында сіздерде сұрақтар болғанда сол группаға жазасыздар. WhatsApp-тың ішінде ответ бере береміз ғой, жауабын ала бересіздер. Кез Ы, келген сұрақтардың. мгм. Қазір мен Кешіріңіздер. Мгм. Мен де бір ауыз сөз айтайын. Презентация неге орысша? Өйткені приложениедағы жаңағы приложение негізі көбінесе орысша, иә, қазақша әлі жасалмаған. Сондықтан орысша кішкене сіздерге оңайырақ болады дегеніміз, иә? Окей, все. Да. Приложение изначально было на русском, из-за этого на русском мы сделали. В целом, қазақша айта беремін мен, себебі бүкіл бізде халық қазақша сөйлейді ғой. Қазір бірінші бізге лабораторияның өзін туралы айтып қайтайық. Требование цифровой лаборатория қандай болу керек екен. Бізге біріншіден бұрынғы қалалар Астана, Шымкент, Алматыда уже шкафтар бар да. Кейін біз шкафтар алып келеміз жаңа мектептерге розеткілермен. Ол для зарядки планшетов, получается, планшетті толығымен зарядтап отырып қалмайтындар, себебі обычный зарядка болса көп розетка керек, ол проблема. Бұл мәселені шешу үшін каждый мектепке шкафтар алып келінеді. Және наушниктер бір-біріне жаңағы құлаққап дейді ғой қазақша, бір-біріне бөгет жасамау үшін әр оқушыда бір құлаққаптан болады. Сосын планшеттерді бізге жаңағы әртүрлі Samsung A8, A9, A9 плюс әртүрлі поддержкамен Android. И көп мектептерде ғаламтор бойынша мәселелер бар да. Сосын интернетті қосу үшін бізге интернетсіз жұмыс істеу үшін маршрутизатор керек. Маршрутизаторды біз ескі мектептерге бергенбіз, қазір жаңа мектептерге мүмкіндігінше алып аламыз маршрутизаторды. И маршрутизатормен қалай қосылып басқа планшеттерді настройка жасауын көрсетемін. Ең бірінші планшетті қосқан кезде сіздер білесіздер, предварительная настройка дейді, предварительная настройка керек. Предварительная настройкада басында Google аккаунт сұрайды, оны пропустить деп жазсаңыз болады. Оқушылардікіне, себебі вообще в идеале басында ол жаңағы учетный запись сұрайды ғой, сол учетный записьті барлығына бірдей қылып жасауға болады, бірақ желательно установить детский режим. Мен басқа бұрынғы мектептерге көрсеткем, қазір жаңа мектептерге көрсетем, қалай орнату керек екен. Балалық режим дейді, себебі көп оқушыларда бір мәселе пайда болған. Планшетті алғаннан кейін жаңағы керек емес қосымшаларды орнатып жібереді. Приложение TikTok, YouTube-ларын ол қалдыруға болады, бірақ қалғанда басқа керек емес қосымшалар қосып, оның ішінде реклама да шығады и бөгет жасайды да жаңағы оқу барысына. Енді приложениені біз бірінші ең бастапқы орнататымыз ол Oculus Language, оны Google Play Market арқылы орнатамыз. Қазір мен сізге осы презентациядан кейін көрсетем практикалық жүзінде. Әрқашан когда қосқан кезде жаңадан планшет мында обновление ПО деген сұрайды ол. Осы обновление ПО-ны мүмкіндігінше орнатып қойсаңыздар дұрыс болады. Себебі ол әрқашан сұрайды, егер оқушыға бұл планшет түсіп, сосын ол обновление ПО-ны баса, уақыт алады да, и 1-2 сағат алып қалуы мүмкін. Интернеттің жылдамдығына байланысты.
Сосын Акелюсті біз орнатқаннан кейін Play Marketке кіріп Акелюсті ашамыз. Ең бірінші жаңағы окошкілер, ол бірінші жасты сұрайды. Жасты ол өзіңіз білесіз, егер мұғалім болсаңыз 25+, 20-дан жоғары, 18-ден жоғары қылып жасайсыз. Қалғандарға оқушыларға 18-ден төмен қылып. Неге бұл сұрайды? Себебі статистика жүргізу керек Акелюс үшін. Сосын екінші, біз осы нәрсені толтырғаннан кейін бізде осындай екінші скриншот бойынша сөздер тұрып шығады. Бұл сөздер әр уровеньнан бастай берсеңіздер болады, бірақ бұл сөздерді бізге кіру үшін кірген кезде осындай бір үшіншідегідей әртүрлі жаңағы деңгейлер көрсетеді. Бірінші уровень, екінші уровень кете береді. Әр келісте осындай уровеньдер бар. Сосын мына уровеньда кірген кезде осы окошканы жаттап алыңыздар. Мына жақта бізде адам бар, кішкентай. Соған басатын болсақ, әрқашан ол авторизация через учетной записи. Получается, бізге учетной запиське кіру үшін осы адамды басамыз. Немесе кез келген настройка, немесе қосымша заттар ашу үшін біз, получается, мына жақта бургер деп айтылады мына кнопка, батырма. Осы бургер деген батырма басамыз. Дальше. Когда біз мына жақта адамшаға басқан кезде, біз мынандай терезеге келеміз. Бұл жақ добро пожаловать в Акелюс дейді. И в первую очередь бізге учетная запись создавать ету керек. И учетную запись вы можете произвольно создать имя пользователя. Мысалы, өзіңіздің жаңағы бірінші учетка ол мұғалім үшін. Мұғалім, мысалы, кез келген өзіне ыңғайлатып. Желательно ұмыт кетпеу үшін мұғалімге. Обычно я рекомендую жаңағы күнделік кезет па, немесе өзіңіздің почтаңыздың учеткасындай қылып жазасыздар. Сол кезде ешқашан ұмытпайсыздар. Сосын почтаңызды жазасыз. Вдруг сіз бір жаңағы құпия сөзіңізді, пароліңізді ұмытып кетсеңіз, любое время, чтобы восстановить. И парольді бұл жақта енді қиынырақ қылып жасайсыздар, себебі оқушылар біліп қойса, содан кейін өздері жаңағы группаны өшіріп тастауы мүмкін, бөгет жасауы мүмкін де. Сондықтан бірінші өзіңізге учетка создавать етесіз. Учетка создавать еткеннен кейін осындай жаңағы окошко шығады, терезе. Бұл жақта енді өзіңіз білесіз, мен орысша тіл деп қойғам, бірақ орысша, обычно ағылшынша кім қалай преподавать етеді, соларға байланысты өздері таңдайды тілді, язык курсаны. Сосын қайтып осымен кіргеннен кейін, қайтып мына біз неге келеміз? Тау деп айтамын мен бұны, горы. Таудың ішінде қайтып кез келген сөз таңдаймыз да, сосын бургерға барамыз, бургер батырмасына. Бургер батырмасын ашқан кезде QR сканер деген бар. Ол неге керек? Біз қазір учетканы создавать еткен кезде бұл тек қана кез келген адам ашатын учетка болады. Бізге осы учетканы учительский режим соған ауыстыру керекпіз, мұғалімдік режимге. Қазір QR сканерді басқаннан кейін бізде QR пайда болады. QR сканермен мен сіздерге жіберемін на QR кодты барлық группаға. Осы QR код арқылы сіздер дополнительная функция учителям қосасыздар. Как отсканируете, получается, подтверждаете, сіздерде уже на бургерді басқан кезде режим учителя деген режим шығады. Осы режимнің ішінде сервер в классе, управлять учащимися, скачанные уроки, создать диплом 4 баған шығады. Төртеуін қазір мен дальнейшем келесі слайдтарда түсіндірем сіздерге. Режим учителері тағы да загрузки деген бар, бұл основной момент бізге де керек. И поделиться приложением. Поделиться приложением неге керек? Бұл когда бізде мысалы Play Market арқылы барлық планшеттерге орнатқан кезде тезірек орнату үшін поделицамен тезірек APK-ны жүктеп, сол APK арқылы тез орнатуға болады. Себебі Play Market-қа кіру уақыт алады да, тезірек орнату үшін. Бірақ, в принципе, екі вариант қой. Вдруг через Play Market не получается, вы можете, конечно, через APK тоже скачать и отдельно установить Akelius Language приложение. Енді мына жақта жаңағы айтқандай выбор языка приложения языка курса.
Бұл жақта сіздер кірген кезде жаңағы өзіңізге кез келген экран приветствиеде тілді таңдайсыз. От этого, получается, будет зависеть, какой язык или какой курс вы будете изучать. Сосын настройкаға кірген кезде режим учителя параметр деген бар. Параметрға кірген кезде бізде екі түрлі язык бар. Язык курса тіл, курстың тілі және қосымшаның тілі. Ә, Егер қосымшаның тілін ауыстыратын болсаңыз, сізде көбінесе мәселе пайда болып жатады мұғалімдерде. Олар айтады, біз тілді таңдадық, курстың тілін орысша таңдадық, бірақ бізде барлығы ағылшынша, интерфейстің бәрі ағылшынша дейді. Себебі оларда язык приложение ағылшынша тұрады. Ағылшынша тұрған кезде орыс тілі қандай сіз не оқитын болсаңыз да приложение интерфейс ауыспайды. Екеуі екі түрлі. Біреулерге мысалы бұл неге жасалған олай? Себебі кейбірде болады ағылшынша сөйлейді бір кісілер, бірақ басқа тілді оқығысы келеді и интерфейсті қалдырады. Немесе наоборот, бізде орыс тілінің приложениесінің жаңағы интерфейсін қалдырып, язык курсы ағылшынша қылып қалдырсақ та болады. Сосын дальше. Режим сервері в классе. Бағана айттым ғой мен, бізде мынау режим учителя ең бірінші жаңағы режим бар, получается, бұл сервер в классе. Бұл неге керек? Предварительно бізге сервер деген бір планшетті сервер қылып аласыздар. Ол жаңағы оқытушының да планшеті и как сервер тоже. Два в одном ғой. Бұл серверді настраивать үшін предварительно біз бағанаға загрузки дедік қой, бүкіл материалдарды жүктеп аламыз. Мынау загрузкиға кірген кезде, қазір мен дальнейший слайдтарда көрсетемін. Сервер в классені қосқан кезде сіздерде бұл планшет автоматически серверге айналады. Және де планшетті сервер настроить еткеннен кейін сервер клиент деген болады. Сервер клиент планшеттерді қосу керек те. Бұны осыны қосу үшін сіздерге еще маршрутизатор керек. Қазір мен сізге практика жүзінде түсіндіремін, себебі мына жақта түсініксіз болуы мүмкін. Кейін бұл оқып степ бай степ оқыған кезде шаг за шагом сіздер түсінесіздер. Енді бірінші сервер в классе ашқан кезде біз ол настройкасын сұрайды. Мына жақта название сервера в классе дейді. Classroom сервер Roger деген бұл по умолчанию тұрған нәрсе. Бұны ауыстырсаңыз болады. Өзіңіз обычно жаңа кез келген ат қояды. Көбісі класстарының атын қояды. Класс 8А деген сияқты. Сосын астында язык приложение языковой курс. Бұл нәрсені таңдамай қойсаңыздар болады. Язык приложение языковой курсты таңдасаңыздар, бұл міндетті түрде жаңағы сіздерге қосылған оқушылардың планшеттерінде сол ғана тілді таңдайтындағылық жасайды. Негізі кірген кезде оларға сұрамайды, автоматически жаңағы окошкаға. Егер сіздерге ыңғайлы болса, сіздер можете так сделать, чтобы у всех было один, кто подключается к серверу планшету, олардың жаңағы планшеттері, клиенттер полностью язык приложениесі, например, принудительно орысша болсын, принудительно ағылшынша болсын деген сияқты қылып жасауға болады. Және де курс тоже самое. Бір курсты оқы деп жаңағы бастаған кезде сіздер таңдап қойсаңыздар болады заблаговременно. Как они подключатся к серверу планшету, получается, у них будет по умолчанию какой-то язык или уровень. Енді бұл жақта қосымша настройкалар бар. Мына жақта только зарегистрированный пользовательдің авторизация жасайтын нәрсе. Бұны алып тастасаңыздар болады, себебі біз бірінші настройка сервера в классе жасаймыз, сосын барып тек біз авторизация жасаймыз жаңағы оқушыларда. Кешіріңіздер, қазір мынау өшіп қапты ғой, батарейкада тұрған. Дорогие коллеги, если у вас возникают вопросы, можете написать, да, уже где-нибудь записать и потом передать Назару, он обязательно вам ответит. Или у нас будет сессия Q&A, вопросы.
там можно будет задать, хорошо? Жоқ, қосылдым мен. Кешіріңіздер. Коллеги, всем видно, да? Всем тума? Я понял. Хорошо. Ә, сервер в классе туралы тоқтап кетсек, мына жақта оставить пользователя в системе дейді. Бұл нәрсені тоже бізге қосудың қажеті жоқ, себебі бізде бір мектепке 30 планшет болады. 30 планшеттің барлығы қолдан қолға кеткен кезде из рук в руки бұл қалған соңғы қосылған пользователь қалып кетуі мүмкін де, и шығудың өзі бұл кішкене мәселе. Привязка болады. Бізде бұлардың бәрін алып тастаймыз толығымен. Сосын сохранить настройки деп бастағанда сақтаймыз да настройкалерді, и бізде сервер пайда болады. Сервер пайда болған кезде вот мына жақта мысалы мен Казкул деп атын қойдым, и QR коды болады өзінің. Предварительно бізге Wi-Fi-ға қосылу керек. Wi-Fi-ға қосылған кезде бүкіл сервер мен бүкіл планшеттердің барлықтарының Wi-Fi-лары бірдей болу керек. Мысалы, бір Wi-Fi болады, пәленше деген, соған қосылдық па, барлығын тексеріп шығу керек. Изначально бір рет настройкасын жасап қойсаңыздар, ол сақталып қалады. Сосын қалай біз вот это все настроили, мы запускаем сервер. Запускать еткен кезде предварительно геолокация деген нәрсе болады. Серверде да болсын, клиент планшетте де болсын, сол геолокацияны қосып қоясыздар. Себебі ол сұраған кезде дұрыс таппай қалуы мүмкін, қосылмай қалуы мүмкін. Геолокация настройкадан планшеттен табасыздар. Оны кейін сұрақтарыңыз болса көрсетемін, қалай істеу керек екенін. Особо қиын нәрсесі жоқ. Сосын мынаны для использования сервера в классе Акель необходимо дейді, міне уже мына жақта сұрап тұр өзі, найти показать ближайшие сети Wi-Fi. Біз уже қосып қойдық оны, и мынау то, что правило, то, что они не будут делиться и так далее, біз разрешить деп басамыз. Дальше келесі окошкада бізде жаңағы разрешение для геолокации сұрайды, местоположениені. Бұл жақта біз при использовании приложения дегенді басамыз, себебі әрқашан егер только в этот раз деп немесе запретить десек, вообще мүлдем запрет қойып тастайды, только в этот раз десек қайта сұрай береді. Сол үшін қайта сұрамау үшін при использовании приложения деп баса саламыз. Дальше разрешить деп басасыздар, потому что бұл қасындағы устройствоны табу үшін сол геолокацияны сол үшін қосамыз. Біз геолокацияны қосқаннан кейін сервер бізде запуск полностью бітеді. И мына жақта сіздерде IP адрес твоего сервера дейді. Егер IP адресі келісіп тұрса, например, сіз қосылған кезде, кейін қосқан кезде мынау аты және IP адресі көрсетіп тұрады. Бізде клиентпен қалай қосылған кезде. Және мына Wi-Fi-ді сразу көрсетіп қойған қандай. Мен мына жақта өзім үйдегі Wi-Fi қосылған, и менің соның названиесі тұр. Сіздерде өздеріңіздің Wi-Fi-ларыңыздың жаңағы аттары тұрады. Сосын мына жақта егер сабақ біткеннен кейін и так далее, преподаватель может остановить сервер, немесе серверді тек қана осылай тұрмау үшін окошко войти в качестве ученика дейді. Сол кезде войти в качестве ученика деген кезде мынау окошко просто сворачивается, кішкентай окошко болып шығады. Сол окошко тұрған кезде қайтып оған осы окошкоға қайтып келе алады. Бірақ қалған нәрселерде ученик ретінде тоже қолданылады. Сосын дальше енді біз мынау серверді орнаттық полностью, бұл бізде дайын тұр, мына жақта QR кодымен. Бұны біз қойып қоямыз мысалы. И екінші жаңағы бұл серверден кейін бізге енді планшет клиенттерді қосу керек. Планшет клиент деген бізде жаңағы оқушылардың планшеттері, бұны екі түрде қосуға болады. Бірінші
Бірінші варианты ол бізге жаңағы планшетті әкеліп орнатып қойғаннан кейін бургер деген кнопканы басып, менюны ашып, класс поблизости деген нәрсе бар. Сол класс поблизостиден басып, жаңағы біз орнатылған предварительно настроенный серверға біз осылай кнопканы басқан кезде қосыламыз. Қосылған кезде мына жақта ты подключен к серверу в классе деп жасыл болып шығады, және мына жақта үстінде кішігірім статусы бар, сол статус жасыл болып жанып тұрады. Егер де планшет сервер өшіп қалса, немесе жаңағы клиенттің Wi-Fi келіспесе, или қосылғаннан кейін қайтып не істесе, мына жақта сары болып жануы мүмкін. Сары болып жанса, ол оранжевый цвет. Ол кезде, значит, планшетпен қосылып соединение болмай тұр деген сөз. Сосын біз когда мынау планшет сервері қосқан кезде, бүкіл данныйлар планшет сервердегі клиентке Wi-Fi арқылы көрінеді. Данные дегенде мынау имеется в виду загрузкадағы данные, жаңа планшет серверде біз то, что загрузили предварительный язык. Бұл технологияның аты мешнет деп айтылады. Не үшін жасалған? Себебі бізде интернет арқылы бұл мағлұматтардың бәрін жүктеу деген өте күрделі. Сондықтан бізге осындай мешнет деген технология арқылы қолдану ыңғайлы болады. Және де біз осы қосылып болғаннан кейін қайтып жаңағы мынау адамшаға басып кіріп қандай серверға қосылғанымызды көре аламыз. Мына жақта CAS подключен дейді. Мына жақта отключиться от сервера. Кез келген кезде егер проблема болып мынау бір серверге қосылып қалса, кейін адамшаға басып мына серверден отключиться деп басқа серверге қосыла аласыз. Мысалы, скажем, бір оқушылармен сабақты жүргізіп қойды, сосын ол планшеттер енді қалады ғой, ана жақта басқа жаңағы оқушының или оқытушының жаңағы настройкалары сатылып қалса, осылай отключиться от сервера деп, или қайтып QR кодты сканировать етіп қосылуға болады. Екінші варианты это вдруг жаңағы класс поблизости кейбірде болады, мынау көрінбей қалуы мүмкін, жаңағы ашылмай қалуы мүмкін, неше түрлі жаңағы қосылу керек болса, негізі кішкене күте тұру керек. Кейбірде 10-15 секундтан кейін шығуы мүмкін. Бұл в зависимости от Wi-Fi скорости соған байланысты да қосылуы мүмкін. Wi-Fi роутердің орнына басында точка доступа ретінде өзіңіздің смартфоныңызды қолдансаңыз болады, бірақ міндетті түрде интернетті өшіріп қойсаңыз болады. Интернетті өшіріп қойсаңыз да, интернетіңіз қосылып тұрса да, планшет клиенттер сіздің интернетіңізге қосыла алмайды. Олар бірінші как локальный сеть ретінде тек қана сервер планшетке ғана доступ алады, доступ именно в приложение Oculus. Сосын екінші вариант это тоже самое, біз неге кіреміз, бургер деген батырмаға, сол жақтан QR сканер таңдаймыз. QR сканер жаңағы серверге қосылғанда болады, бірақ бұл жақта серверді қосылып тұрған кезде сол планшет сервер бар ғой, соған сканировать ету керек. Сканировать ету үшін жаңағы оқушы келеді, келіп жаңағы планшеттен келіп мынау QR-ды сканировать етеді. Сканировать еткеннен кейін то же самое осылай қосылады, и то же самое, в принципе, действия будут проведены. Мына жақта ты подключен к серверу в классе деп шығады, зеленый болып шығады. Просто бұл жақта анау бірінші вариант жүрмесе, орнында отырып қосыла алмайтын болса, осы екінші вариантты қолдануға болады. Мына жақта мен бір схема жасағам. Сіздерге айтып тұрмын, планшет сервер, клиент депші. Мынау бізде жаңағы настроенный сервер, бұл роутерға қосылған Wi-Fi арқылы. Бұл сервер интернетке доступ болуы мүмкін. Доступ болмаса да, бұның мағлұматтары мынау клиенттерге роутер арқылы жаңағы бір-біріне келе береді. Мысалы, бізде қазір мен сіздерге практика жүзінде көрсетсем, сол кезде түсінікті болады, қандай мағлұматтарды алуға болатынын. Сосын интернет бұл мәселе мына жақта жалпы тұр. Все действия смешно необходимы для организации оффлайн обучения в случаях, когда интернет соединение слабый или отсутствует. Сол кезде, бірақ сіздерде интернет болса, мешнетті орнату не обязательно, потому что интернет арқылы кішкене басқалай жасауға болады оны.
Сосын екінші бізде способ загрузки данных обычно жаңағы клиенттерді былай сервер настройка ештеңесін жасамай дайын клиенттерге толығымен мағлұматтарды жүктеу. Бірақ мағлұматтарды жүктеу кәдімгі көп уақыт алады, себебі интернетке байланысты, қай жақта қандай қалада ол жақта бізде Magic Box деген нәрсе бар. Magic Boxпен де орнатуға болады, немесе мешнеттің өзін орнатып серверға интернет жасап, серверді, например, толығымен жүктесеңіз, мына клиенттерге жаңағы мағлұматтарыңызды жүктеп алуға болады. Міне мына жақта мен уже жаңағы айтқан нәрсем жазылған. Мысалы бізде егер жаңағы серверге қосылып планшет клиентте проблема болса, сервердегі жоқ заттарды планшет клиентте де болмайды. И когда мы хотим зайти бір тілге, либо, например, бір сабаққа кіретін кезде бассақ, ошибка инициализация деп шығады. Ошибка инициализация шықса, онда значит бүкіл мәселем барлығы немесе жаңа сервер клиентте, сервер планшетте жаңа мағлұматтардың жоқтығы. Енді полностью жаңағы мен айтып отырмын ғой бағанадан бері мағлұмат деп, загрузки деп. Осы загрузкиге кірген кезде сіздерде тілдер шығады. Мен мына жақта орыс тілін таңдағам. Орыс тілін полностью скачать все деген кезде бұл интернетке қосылғанда толығымен осыны жүктейді. Жүктегеннің статусы көрсетеді, қандай скоростьпен неше жаңағы мағлұматтар бізде жүктелгені. Сосын біткеннен кейін толығымен мынандай галочкалар шығады. Осындай галочкалар шыққаннан кейін сіздер толығымен осы курстың жаңағы мағлұматтары сіздің планшетіңізде бар дегенді білдіреді. Сосын осы груз еткеннен кейін полностью мына жақта сіздерде кейбір нәрсе жазылмай қалуы мүмкін. Егер жазылмай қалатын болса, қайта осыны басып, скачать все емес, әр жаңағы бөлімді по отдельности можете скачать, по отдельности жүктеп алсаңыз болады. Сосын загрузкаға кірсеңіз, мына жақта сіздерде толығымен қандай мағлұматтар неше орын алып тұрғанын көрсетеді. Негізі осыны сіздер жаңа управление хранением данныхқа кіріп қарасаңыз болады, кейбірде полностью жүктелген сияқты қылып көрсетеді планшетте, бірақ толығымен көру үшін, например, орыс тілі 13,2 гигабайт қой деймін шамасы. Сондай ағылшын тілі 12,5 гигабайт па сондай алып көрсетеді. Егер сондай қылып жазылып тұрса сіздің планшеттеріңізде, онда значит толығымен жүктелді деген сөз. Мына жақта тағы да бір режим бар, SD карт деген. Бұрында біз қолданғанбыз, бірақ өкінішке орай SD карттар өте баяу. Сондықтан біз жақсы планшеттер, жаңағы памяти көп планшеттер алайық деп шештік. Сосын мына жақта загрузить деталь деген бар, басасыз, бұл жақта жаңағы аватар, выпуск приложения и так далее. Бұның бәрі интернетке қосылғанда жүктеледі. Бұлар не үшін керек? Себебі сіздер, когда жаңа мағлұматтар отдельно ол бір какой-то видео немесе текст болса, мыналардың бәрі жаңағы сіздің интерфейсіңізға байланысты керек мағлұматтар. Оларды міндетті түрде жаңарту керек. Енді біз жаңағы серверді қосып, планшеттерді қосып, загрузканың бәрін біттік. Келесі режим ол создание и настройки групп. Не үшін керек бұл? Бұл керек, чтобы бағана біз айтып жатырмық қой, как сервер мен клиент қосқаннан кейін бізге оқушыларда авторизация жасау керек. Авторизация жасау үшін бірінші бізге группаны создавать ету керек. Группаны создавать ету үшін управлять учащимися дегенге кіреміз. Бұл жақта бізде пока пусто, мына жақта түк жоқ. Бұны ең бірінші біз добавить группу деп басамыз. Добавить группу дегенде бұл жақта количество бар бірінші для создания. Например, мектеп 5 А класста 10 оқушы дейді. Мен мына жақта 10 оқушы деп жазып қойдым. Сосын название группы бұл жақта мен 5 А класс дедім. Әр мектепте жаңағы әртүрлі класс, өздеріңіз қандай класс бар, соны жазасыздар. Сосын мына жақта выберите цвет группы дейді, выберите цвет и выберите иконку дейді. Бұларды өздеріңіз білесіздер қалай екен, чтобы было красиво, они сделали так. Потом создать пользователя дейсіз. Мынандай примечание, интернет обязательно болу керек.
мынау именно осы группаны создавать ету үшін бағанағы мешнетте бірінші орнатпай тұрып бірінші группаны қоса аласыздар. Интернетке міндетті түрде қосылған жоқ. Неге? Себебі бұның барлығы группаның барлығы интернет арқылы клаудта сохранить етіледі. Жаңағы облако дейді орысша, қазақша бұлтшар. Сол клаудта сақтау үшін міндетті түрде осыны создавать еткен кезде интернетке қосылып тұру керек. Қосылғаннан кейін создать пользователь деп басасыз. После пользователя у вас вот этот бір жаңа статус көрсетеді, создаем деген. 100% толғаннан кейін открыть с помощью приложения деген шығады. Бұл жақта мен рекомендую диск дегенді таңдауға. Дискті таңдайсыз, всегда деп басасыз, и сіздерде ол диск деген жаңағы өзінің Google'дың по умолчанию жүрген PDF читалкасымен ашылады. Сосын бұл жаңағы сіздің оқушыларыңыздың QR кодтары шығады. Бұл жақта мысалы аттары пока что изначально когда создавать еткенде әшейін жаңағы случайные имена беріледі, әртүрлі жаңағы рандомный. И бұл QR-ларды сіз керек кезде можете жаңағы мына жақтағы 3 кнопканы басып через Gmail отправить к себе и распечатать, ламинировать етіп жіберсеңіз болады PDF файлды. Бұл жақтағы QR-ларды әр оқушыға кесіп жаңағы сосын таратсаңыздар болады. И мына жақтағы аттарын жазу үшін қазір келесі слайдта көрсетемін. Сізде мысалы группа создавать етілді, сіздер кіресіздер бұл 5-ші А классқа. И мына жақтан жаңағы кез келген жаңағы оқушыға кірген кезде добавить никнейм деген бар. Добавить никнейм деп жаңағы өзінің фиосын жасаңыздар, мына жақта өзгереді спискте. Сосын жаңағы распечаткаға қайтып келсеңіздер болады. Мына жақта группадағы 3 точканы басқан кезде сіздерде PDF файлды алып шығуға болады. Сосын кез келген кезде жаңағы PDF файлдан емес, әр оқушының QR код для входа деген бар, соны басып да авторизация жасасаңыз болады. Егер, например, скажем, осы группада, например, 10 адам дейік бізде, бірақ тағы да бір новенький келеді, басқа жақтан, басқа мектептен келген учениктер болса, оларды мына жақта добавить ученика деп қоссаңыз болады. Немесе біреу наоборот кетіп қалса, вы можете каждый раз индивидуально зайти в этот ученика и удалить из группы. Сосын авторизация учеников в созданной группе, получается, біз изначально бағанағы айтқан мышный технология арқылы мен оны қостым. Енді маған авторизация жасау керек. Мен данный момент менде жаңағы список болмағандықтан мен сіздерге әр оқушыға кіріп қалай кіру керек екенін көрсетемін. Мына жақта код для входа деген ашасыз. Сізде жаңағы сервер планшетте QR код для входа деген шығады. Сосын жаңа серверге келіп оқушы өзінің планшетімен сканер QR кодовтермен авторизация жасайды. Авторизация жасағаннан кейін мына жақта добро пожаловать деп шығады, и успешно вошел в учетную запись. И также мына жақта зеленый болып тұрады. Получается, зеленый ол подключен к классу, первый жаңағы то, что мышный, и плюс добро пожаловать деп жаңағы өзінің мына Мурат Алибеков деп қойған. Ол приблизительно просто жаңағы фамилия, этот имя. И осының бәрін настройка жасағаннан кейін уже спокойно ученик может приступать к заданиям. Неге? Потому что сіз можете их контролировать прогресс, олар монеталардың бәрі сіздердің планшеттеріңізде сақталады. Сосын сіз сравнивать ете аласыз. Мына жақта бүкіл бағандар тұр. Монетаны жинаған қалай екен, прогресс, и плюс можете потом оценивать. Сосын создание выдача дипломов келесі баған. Бұл жақта получается кез келген оқушылар біткен кезде, оқуын біткен кезде сіздер можете жаңа написать имя ученика, языковый курс, уровень қандай, и получается выдать диплом. Бұны де отправить можете через файл. Бағанағы мен көрсеттім, тура сол сияқты Google-да таңдайсыздар, отправить файл дейсіздер да Gmail арқылы. Бұл жақта Gmail өзіңіздің жаңа бастапқа кірген Gmail-ыңыз сақталады, и кому дегенде өзіңіздің жаңа планшетіңізде болсын, немесе смартфоныңызда болсын, почтаңызға жібере саласыз. И PDF файлды распечатать етіп, ламинировать етіп, также диплом можете выдать. Енді басында айтқан мәселе бұл настройка планшетов учеников и установка родительского контроля. Мына жақта мен
заранее создавать етіп қойғам Gmail аккаунт akelius@gmail.com деген. Бұл жаңағы бізде мәселе болды ғой, әртүрлі орнату керек қосымша и так далее. Бұл қосымшалардың барлығы оқушылар орнатып жібереді, пароль қойып жібереді. Солардың бәрін қоймау үшін осындай ограничение жасаймыз деп шештік. Чтобы ограничить мынау Акелиус Kit деген кіресіздер, мен сіздерге одобрение берем, паролін кейін жеке группаға жіберем и көрсетем қалай жасау керек екенін. Мына жақта қалай родительский контроль жасау керек екенін көрсеткен. Мен Акелиуспен кірген кезде учетный запись деген настройкаға кіргенде учетный запись и архивация деген бар. Сол жақта учеткаға электронный запись akelius.kit@gmail.com-мен кіресіз, кіргеннен разрешить наблюдениеге басасыз. Сосын мына жақта міндетті түрде кез келген орнатқан кезде резервное копирование с данных с устройства дегенді өшіріп тастайсыздар. Неге? Потому что барлығына бір-біріне резервный копия кетіп, біреудің данный біреуінде болуы мүмкін. Сондықтан бір-бірін көрмеу үшін мынаны алып тастайсыздар и получается родительский контрольді начать деп басасыздар. Сосын настройка ограничения экранного времени дейді. Бұны алып тастасаңыздар пропустить дейсіздер, керек емес настройки. Дальше получается бұның бәрін настройка жасағаннан кейін уже оларда жаңағы не қалады, как называется, тек қана қажет қана жұмысқа ғана қажет приложениялар қана қалады. Сіздерге қазір мен планшет арқылы көрсетіп жіберейін. Теория бойынша ол қатты түсініксіз болуы мүмкін. Қазір бір минут тоқтата салайын. Қазір көрініп тұр ғой, планшет. Мен сіздерге көрсетейін. Мына бізде получается настройки деген бар. Настройки кіресіздер, учетные записи, управление учетными записями. Мен IoT Akelius.com деп қойғам. Қазір детский режимға кіріп кетсем, зум өшіп қалады. Себебі ол жақта ограничение бар. Бірақ осы жақта Google деп маңдайсыз, қазір тағы да рет көрсетейін. Мына жақта добавить учетную запись. Google. Өзіңіздің учетный записіңізді өшіріп тастасаңыз болады. Бұл настройка именно планшет клиенттерге, планшет оқытушылардікі не обязательно, потому что оқытушылар, они же контролируют это все, орнату и так далее. Интернетке кіру керек, солардың бәрін. Мына жақта адрес электронной почты Akelius Kit деп жазасыздар. Бұл жақта құпия сөз мен сіздерге көрсетем. Мына жақта Akelius 2024 собачка $1 собачка. Сөйтіп бұл жақта получается сохранить деген бар, оны продолжить дейсіз. Мен конечно сейчас дейсіз. Қазір данный момент мына жақта қосыламай жатыр, себебі мен екінші аккаунт тұр ғой менде, сол қосылғаннан кейін тура бағанағы біздің слайдтағыдай қосылуға болады. Сөйтіп басқаннан кейін запросить деп басасыз, мен содан одобрение беремін, одобрение берген кейін осы Акелиусқа кіргеннен кейін бітті уже. Планшет более ограниченный болады. Мына жақта приложениялар барлығы жоқ болады. Тек қана керек қана жұмысқа Акелиуспен определенный ғана жаңағы нелер болады, қосымшалар болады. Сосын екіншісі нюанс. Вот Акелиус бағана біз ашып көрсеттік қой, сколько тебе лет дейді, қазір мен 25 плюс дей салайын. Мына жаққа принять все. Именно в первую очередь осыны сұрайды да, с возвращением деп. Көрініп тұр ма сіздерге? Жоқ әлі қазір. Значит, возьми. Мына жақта родительский контроль. Сейчас попробуем. Сейчас чисто это сделать. Эксперимент. Üstüne ağzını ашып көрейін. Көрінбейді. Мына планшетте мен қазір родительский контроль орнатып тастағам ғой. Сондықтан бұл жақта көрінбеуі мүмкін.
поверх деген нәрсені қазір настройкасын жасап қояйын. Bir секунду. Так, настройка жасап жатқанша сіздер сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Можно, да, тогда и пока Назар Мырза делать настройки, пожалуйста, напишите свои номера телефона и имя, и город. Я пока создам группу. Хорошо? Спасибо. Назар мырза, мен как раз анау істемейтін Google аккаунт орнатып қойған екі планшетіміз бар еді, соны бүгін не өтеді дегеннен кейін кеше үйге әкеліп қойған едім. Дәл қазір жаңа берілген логин парольді жазып жіберсеңіз, соны орнатып көрсем. Иә, әрине, қазір сізге берем. Мен қазір настройка жасап көрсетіп жіберейін сіздерге тағы да бір-екі заттарды. Планшеттегі заттарда олар планшеттегі жаңағы настройкалерді мен әлі өшірмеппін де. Соны как өшіргеннен кейін сіздерге қазір мен өзім телефоным арқылы көрсете салайын деп жатырмын. Бір минут. Негізі родительский контрольді бір орнатқаннан кейін ана привязка етіп қалады да, и сосын оны шешу үшін жаңағы учеткадан қайтып шығу керек. Recording in progress. Телефон көрініп тұр ма? Телефонда кішкене не? Қазір мына жақта екі приложение бар. Айтқандай мен ұмытып кеттім, тағы да Play Market'тен егер сіздерге ағылшынша контент керек болса, немесе орысша субтитрмен сіздер Акелюс тренинг деген қосымшаны жүктеп алсаңыздар болады. Бұл жақта қазір орысша да бар, бірақ толығымен жаңағы видеолардың бәрі ағылшынша субтитрмен көрсеңіз болады. Барлық полностью стадияның бәрін көрсеткен, введениеден бастап жаңағы мен айтқан нәрселердің барлығын қалай преподавание методикамен бірге араласқан нәрсесі. Оны кейін есіме түсіп кетті, көрсете салайын. Сосын Акелюсқа біз кірдік. Қалай салайық? Несі? Мына жақта бұрында можно было показать, қазір Акелюс почему-то убрали, да? Именно, оказывается, нені алып тастапты, сіздерге көрсететін скриншотты. Мен кіріп көре салайын. Все, понятно. Бұл жақта, оказывается, не ограничение планшета, а в целом жаңағы бағана мен авторизация кірген кезде парольді, логинді көрсетпейтіндей қылып жасап қойыпты өздері приложениені. Бұл жаңадан обновлять етіпті, раньше можно было показывать. Енді бағана мен сізге көрсеткен сервер в классе деген бар, міне кірдік. Вот видите, мен сіздерге айтқан предварительный геолокация қосыңыз деген, бұл настройкадан сұрайды да, міндетті түрде. Сондықтан мен мына жаққа кірем, локацияны қосам. Геолокацияны қосқаннан кейін отмена режим қайтып запустить десем, уже геолокация қосылған, ол сұрамайды менен. Міне, мен қазір в данный момент запустил свой сервер планшет. Теперь қолыма планшет клиентті аламын. Қазір планшет клиентті алғаннан кейін оны бүйтейін. Қазір бірінші мынау мысалы серверда біз настройка жасадық деп айтайық. Енді екінші нәрсе қазір в данный момент мен мынау планшетті наоборот планшет клиент қылып жасаймын. Ал бағана планшетті оны наоборот сделаю так, чтобы он был сервером. Потому что сіздерге көрсету керек. Қазір запустил, мынадан остановка жасайын.
Қазір данный момент маған как ученик ретінде кіру керек. Вот учениктің экраны шықты, и бізде планшет бар. Сол планшетті серверде класс поблизости десек, көріну керек ол. Осындай мәселе болуы мүмкін. Wi-Fi-ға қосылған кезде көрінбей қалады кейбірде. Сол кезде сканировать деп көрсетеміз. Сканирование кетті. Қосылық. Себебі менде Wi-Fi-да қазір данный момент өте көп устройство қосылғаннан кейін осындай мәселе болып қалуы мүмкін. Сондықтан көрдіңіз, екі вариант. Мен бағана класс поблизостен қарадым, оның ішінде шықпады. Мен келдім, жаңағы отсканировал планшет клиентті. Теперь мына жақта көрдіңіз, зеленый болып көрсетіп тұр, жасыл болып. Ой, мен мына жақта көрінбейді екен, бірақ үстіндегі статусты көріп тұрсыз. Енді біз орыс тілін таңдаймыз. 200 сөздік. Мына жақта жаңағы загрузки деген тұр. Алдында көрсеткендей. Ади, вы можете полностью нажать скачать все. Бұның барлығын обращаться будет к планшету серверу. Бірақ мен в данный момент менде сервер планшетте ешқандай мағлұмат жоқ. Или басында жоқ, мен бұл мағлұматтар жазып алғам. Сондықтан менде қазір данный момент локалка арқылы скачивать етіп жатыр, и өте жылдам скачивать етіп жатыр. Егер интернет арқылы сіз жүктейтін болсаңыз, бұндай скоростьпен жүктемейді. Менде қазір телефонымда жоқ болғандықтан осындай әр планшетке жазып алсаңыздар болады мағлұматтарды. Бірақ немесе мессенджер арқылы әрқашан настройка жасайтын болсаңыздар, бірақ қана планшетті полностью жүктейсіздер де, и мынаны отмена жасап, планшет клиентпен кіріп қолдана берсеңіздер болады. Мысалы, менде қазір в данный момент мынау планшетте ешқандай мағлұмат жоқ қой. Мен бірақ басқа жаққа қазір кірген кезде Тағы бір сұрақ, егер де мен бүткіл планшетке орыс тіліндегі және ағылшын тіліндегі бүткіл сабақтарды жүктейтін болсам, зависание болып қалмай ма? Жоқ, себебі планшетте біз алатын планшеттердің 128 гигабайт жаңағы память бар. Ол в принципе жетеді екі тілге. Сосын сіздер жаңағы барлығына жүктейтін болсаңыздар, например, олар интернетке қосылмай арқылы автономно жұмыстай алады. Бірақ мышнет арқылы қолданатын болсаңыздар, мышнетте сізде мынау сервер бар ғой, соған ғана жазасыз. Бірақ планшетке, қалған планшеттерге жаңа мағлұматтарын жазудың қажеті жоқ. Бірақ ол үшін мұғалімдерге үйрету керек те, қалай қосылу керек екенін. И роутер міндетті түрде керек. Себебі телефонның точка доступысымен қосылатын болса, максимум дегенде 5-6 планшет қосылады, дальше уже телефонның жаңа точка доступының күші жетпейді. Ұшып кете береді де. Роутерға мысалы 20-30 планшетті қоссаңыз болады, и ешқандай мәселе пайда болмайды. И желательно жаңа роутердің скорости гигабитный болу керек. Онымен уже дальше біз закуп жасағанда көреміз қандай алу керек екенін. И оны қойып қойғаннан кейін өте ыңғайлы. Осылай жаңа мен қостым ғой. Мысалы, менде в данный момент сервердегі мағлұматтар тартып жатыр. Мына жақта менде телефонда ешқандай мағлұмат жоқ. Бірақ ашып көрейік. Мысалы, игра дейік, бинго дейік. Міне загрузка роутер арқылы ашылады. Мынау данный момент менің телефонда ешқандай мағлұматтар жоқ. Бірақ жаңағы сервер планшеттегі болғандықтан мен барлығын көре аламын. Енді екінші мәселе қазір мен көрсетіп жіберейін тағы да. Бұл жақта енді сіздерге айтқанда мына Wi-Fi-мыз бірдей қосылған. У сервера то же самое. Я здесь подключился. Вот. Мына жақта мен тексердім. Жаңағы адамшаны басқан кезде мен сіздерге көрмейді мына жақта. Бірақ управление серверінің классификаторының астында тұрады. Соны басқан кезде мына жақта Каскулдық подключен деп тұр. Оны тексердім. Я могу в любое время отключиться от сервера и отсканировать басқа серверді. Бұл жақта списоктар шығуы мүмкін әртүрлі серверді. Например, сақтап қойсаңыздар да болады. И керек кезде сол именно серверге қосылуға болады. Сосын екінші маған авторизация жасау керек. Қазір мен серверге қосылдым. Қазір сіздерге көрсетіп жіберейін, пока QR арқылы көрсетіп жіберейін. Мына жақта планшетте, QR жасап отыр. Планшетте көрдіңіз, свернуть окно деп тұр. Свернуть дейді. Серверді запускать еттім қайтып. Вот, мына жақта назад деп басқан кезде сіздерде вот осындай свернуть окно деген шығады. Свернуть сворачивать деп жазасыз. Басқаннан кейін вот осындай кішкентай окношқа бағана айтқам.
осылай тұрады. Бұл получается жаңа сервердің қосылып тұрғаны көрсетіліп тұр. Сосын управлять учащимися деген клик. Кірмей жатыр ғой что. Камера өшіре салайын пока что. Мына қосылмай тұрған себебі мына жақта менде планшетте почему-то интернет жоқ деп көрсетіп тұр. Біз предварительно создавать ете салайын. Енді кірдік. Қазір сіздерге бүйтіп көрсете берейін камера арқылы. Мына жақта мен бағанағы создавать еткен предварительный группам бар. Давайте вот так сделаю. Телефон арқылы көрсете салайын сіздерге. Осы нәрсені. Қазір мына жақта мен вот өзім жаңағы неге кірдім, учеткаға. Енді режим учителя кіреміз. И управлять учениками деген бар. Мына жақта мен тестовый создавать етіп қойғым бұрында. Жаңағы класста. То же самое, да? Мына жақта учениктардың данныйларын көрсетпейтіндей қылып жаңағы скрывать етіп қойған. Ладно, біреу отдельно кірейін. Кіргеннен кейін мына жақта добавить никнейм деймін. Прозвищеге. Вот. Алимбеков деп жазамыз. Подтверждать. Мына жақта сіздерде прогрессін көре аласыз. Оқушының. Сосын балл студент. Біз в данный момент ештеңе сдавать етілген жоқ. И монета жинайды. Монета как мотивация ретінде кейін жаңағы дельфиндарын киіндіруге болады. Они могут. Сейчас мен сіздерге көрсетейін. Мына жақта QR для входа бағана айтқан. Егер оқушыдан жаңа қағазы бір нәрсе жоғалып қалған кезде, кез келген кезде осы группаға кіріп, QR код для входа шығаруға болады. Қазір. Мына жақта бізге в качестве ученика керек. Мына монета ғой, бағана көрсетіп тұр. Монета арқылы кез келген заттар алуға болады. Дополнительно, например, дельфинға купить дейін. Сатып алған кезде дельфинді киіндіруге болады. Осындай дополнительный заттар бар. Вот менде 52 ақ монета қалды. Мен 150-ге ма, қаншаға? 75-ке. Дельфинға кепканы алдым. Вот мен кепка шықты. Сосын маған жаңағы мен качестве ученика болып тұрған кезде байқағаныңызда подключение к серверу в классе не установлено. Себебі мен серверді тоқтатып тастадым. И сервер тоқтатып тастағаннан кейін осылай шығып тұрады, қосылмай тұрған. Қазір серверді как запущу, серверді запуск жасадым. Кішкене демейін, ол обновлять етілу керек. Поблизости деп шықты сервер. Енді серверге мен қосыламын. Также бастым, класс поблизости. Получается, мы подключились также к серверу этот QR-код арқылы емес. Былай, ыңғайлы вариантпен. В целом все. Осы біздің презентация. Бірақ сіздерге кейбір нәрселер түсініксіз болуы мүмкін, бірақ практика жүзінде прям офлайн ретінде сұрақтарыңыз болса көрсетіп жіберемін. Имеется в виду онлайн арқылы. Қазір менде презентацияның аяғында сұрақтар бар. Сіздерді тексеріп жіберуге көрейік, тексеріп қандай мағлұматтар сізге түсінікті болды, түсініксіз болмаған. Бір сұрақ. Егер де орнатып қойып, предположим, бір мектептің ішінде бір кабинетте тұрды. Роутер. Шедетті басқа кабинетте өтуге тура келеді. Бірақ ол кабинетке так как интернет тартылмауына байланысты роутердің өзін апарып телефоннан жаңағы просто как роутер есебінде бірнеге кіргізіп қойса бола ма?
без интернета. Иә, болады. Роутер ол жақта интернетке қосылу үшін емес, Так, не жаңағы есебінде қолданады да, как хаб есебінде, не есебінде қолданады ғой. локальный сеть орнату үшін қолданылады и все. Басында бір рет сол түсініп алсаңыздар қалай қосу керек екен, и сосын сервер, жаңағы планшет серверді ғана полностью мағлұматтарын толықтырып жүрсеңіздер, сол кезде ыңғайлы болады роутермен жұмыс істеген. Қазір сіздерге презентацияны қайтып көрсетейін. Вопросы и ответы. Енді бірінші сұрақ, чем отличается планшет сервер от планшета клиента? Мен бағанадан бері айтып жатырмын. Екеуінің айырмашылығы неде? Сол сұраққа жауап берсеңіздер біліңіз. Планшет серверге программалардың барлығын орнатып, клиентке офлайн режимінде жаңағы локальный сетьке бір жүйе, бір локалкаға кіргізіп, офлайн режимде жұмыс ете беру үшін клиентте не обязательно, ал серверде қажетті программа және сабақтарды жүктеп алу. Сосын планшет сервер негізі ол мысалы мұғалімге ғана болады да. Сосын планшет клиенттерді сіздер оқушыларға орнатасыз. Сосын тағы да бір вариант, бағана мен айттым ғой, детский режим деп ше. Детский режим планшет клиенттерге ғана орнатасыздар. Планшет серверге қажет емес. Себебі ол мұғалімде болады. Мұғалімнің контролінде болғаннан кейін оларға ограничениені қоюдың қажеті жоқ та. Осы екі вариантта айырмашылығы сода. Сосын мешнет интернеттен чем отличается? Ерекшелігі қандай? Біз бағанадан бері айтып жатырмын мен мешнет деп. Полностью настройканы көрсеттім ғой, сервер в классе деген. Вот. Подключениесінде айырмашылықтар бар екеуінде. Жауап бар ма? Алло? Ол как Windows интернет сақталып, компьютер сақтау орнатылады, машинет мен түсінігім бойынша, иә. Жеке Windows сақты жеке сервер, соған подключить ететін программалар. Бұл арқылы программа іске қосылады ғой. Мен түсінігім бойынша солай ма, мырза? Жандос мырза, бұл жақта мешнет негізі приложенияның локальный жергілікті біз настройкасын жасаймыз, и мешнетті біз қолданған кезде именно вот интернеттің қажеттілігі жоқ екенін көрсетіледі. Себебі интернетте бізде интернеттің бір айырмашылығы, біз сервер планшетке либо кез келген клиентке скачивать еткен кезде ол клиент емес, уже общий болып кетеді барлығы. Себебі бізге жаңағы бағанағы сервер в классе деген нәрсені настройка жасаудың қажеті жоқ. Получается, интернет жақсы болса, просто жаңағы управлять группой дегенді ашып, полностью қосылып, авторизациясын жасап, қосыла беруге болады. Бірақ интернет болған кезде біз, к сожалению, не можем смотреть статус именно в данный момент, чем занимается ребенок. Бірақ в данный момент біз ограничение қойғаннан кейін, детский режим, бізге ол статустың қатты қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. Сосын мешнетті біз тек қана сол в основном неге қолданамыз? Интернет жоқ жерлерде, немесе слабый жерлерде. Себебі бізге ыңғайлыстық беріледі. Сосын ол жергілікті жаңағы локальный сеть дейді, локальный сеть арқылы жұмыс істейді. Ол мешнетке, интернетке, например, бізге роутер не обязательно, в принципе, кто-то может через телефон подключиться, телефон арқылы қосылады, ал мешнетте бізге міндетті түрде жаңағы роутер қажет. Вот. Үшінші сұрақ, чем учетные записи учеников отличаются от обычных учетных записей и чем учительский аккаунт отличается от них? Вот бізде үш түрлі аккаунт бар. Басында создавать кезде обычный аккаунт создать етеді, учительский аккаунт деген бар и учениктардың аккаунттары. Айырмашылықтары қандай? Мұғалім аккаунты, ол мұғалімге доступ беріледі, оқушыларды басқара алады.
және қандай тапсырма орындап жатқанын және деңгейіне қарай қандай балл алғанын түсіндіре алады мұғалім аккаунтта. Ал оқушылардың аккаунты тапсырмалар, деңгейлік тапсырмалары ғана көрсетіледі. Солай ғой. иә, бірақ обычный учетный запись бар ғой, тек олар айырмашылығы неде? Обычный аккаунт ол екі тілге кіруге мүмкіндік береді ғой. Да? иә, тек қана басында тіркелгенде сіздерде обычный учетная запись болады, ешқандай ода контроль жоқ. Учениктердің жаңағы учеткасы, получается, может быть под контролем учительского аккаунта. И учениктардікін кіру үшін тек қана QR арқылы кіре аламыз да. QR-сыз біз учениктарға кіре алмаймыз. Учениктер QR-кодсыз кіре алмайды. Обычный учетная запись-то, получается, логин, пароль бар, как учительский аккаунтта то же самое. Бірақ учительский аккаунт алу үшін сіздер обычный учетный запись басында создавать етесіз, потом QR арқылы, получается, получаете привилегии учительского аккаунта. До этого біз учительский аккаунты, помню, сразу передавали, но там были неудобства, и парольдары, помните, Жандос мырза біледі, Сабыржан мырза біледі, что өте ыңғайсыз болатын. Қазір в данный момент кез келген обычный учетный записьті учительдер өздеріне қайтып учительский аккаунт қылып жасай алады. Сосын, для чего мы устанавливаем родительский контроль на планшеты учеников? Біз жаңағы бағанадан бері айтып жатырмын, родительский контрольді не үшін орнатамыз? Қандай мәселе туды? Себебі оқушы өзге программаларды орнатып, жаңа жұмыс істейтін планшетті логин паролін қоймас үшін. Иә, дұрыс айтасыз. Бір мынандай мәселе болады да, планшеттерге жаңағы пароль қойып тастайды. Ең қиын нәрсе сол, себебі пароль орнатылғаннан кейін ол үшін Samsung-тың сервис центрына барып разблокировка жасау керек, немесе жаңағы барып жергілікті местный сервисный центрларға барып оның бәрін аштырту кәдімгі уақыт алады және ақша кетеді одан. Сондықтан родительский контроль қойып қойсақ, біріншіден сол мәселені шешеміз. Екінші, жаңағы интернетке кіріп сабақты оқымай басқа нәрселермен айналысып кетеді олар. Солардың барлығын полностью бөгет шектеу үшін біз родительский контроль қойып тастаймыз, и олар тек қана әкелуге алады. Максимум, может быть, ютубқа мен доступ беріп қойғам, ютубқа кіріп жаңағы детский бір нәрсе роликтер, вдруг обучающий сондай көруге возможность жасап қойғанбыз. Сосын, что необходимо для создания Meshnet? Тағы бір сұрақ сіздерге. Жоқ, для чего создаем мы группы в Акелюс? Бағана группа создавать еттім, не үшін ол группалар керек бізге? Управлять учениками деген ше режим. Жауап жоқ па? Құрметті әріптестер. Бұл жерде сыныптар бойынша ғой, мысалы әртүрлі сыныптар болуы мүмкін, баланың деңгейі әртүрлі, 5-ші, 7-ші сыныптар деген сияқты. Сол үшін ғой деймін, иә? Иә. Получается, бізде группаларда әртүрлі жаңағы класстарға бөлу керек. 11-ші класс бар, 5-ші класс бар, 1-ші класс бар. Сосын ол группаның ішінде жаңағы оқушылардың жаңағы спискін көріп, и QR код арқылы бағанағы айтып отқан соған авторизация жасау үшін, бағаларын көру үшін, қандай монета қанша алған статусын көру үшін, қандай жаңағы заданияларды полностью бітірген, соның барлығы сол группаның ішінде болады. Группа ол міндетті түрде сіздерге керек. Ертеңгі күні, например, отчет жазатын кезде солардың барлығы полностью сіздерде тұрады. Сіздер көрсетіп аласыз, мен осындай жасалды, осындай жаңағы оқушы жасағандықтан мен осындай бағалаймын деген сондай жаңағы кішігірім автоматизацияның түрі деп айтуға болады. Что необходимо для создания Meshnet? Meshnet-ті орнату үшін не қажет? Мен бағана сізге көрсеттім, теория жүзінде и практикалық жүзінде кішігірім көрсеттім. Сол кезде бізге Meshnet-ке бір определенный условия керек. Сол сұрақ сіздерге. Жаңа мектептерден сіздер түсінсеңіздер, не қажет айтсаңыздар. Егер сұрақтарыңыз дұрыс түсінбесеңіздер, мен ескі мектептерден сұрайын. Они, мне кажется, получше знают пока, потому что оларда опыт бар. Сабыржан, Жандос, Асылбек, айтып жіберсеңіздер.
Ой. Э, Э, Давайте мен сіздерге онда тағы да бір рет объясню, что нужно для создания мешнет. Мешнетті орнату үшін сіздерге біріншіден роутер керек, қосу үшін точка доступа немесе роутер, сосын Wi-Fi-ды міндетті түрде қосу керек. Wi-Fi-ға, получается, нужно все, чтобы к одному Wi-Fi подключились, ол планшет сервер мен планшет клиенттер. Сосын планшет серверді алып, сіздер запускаете сервер. Сервер запускаете, и, соответственно, планшеты клиенты подключаются через класс поблизости, либо через QR-код сканер. Екі вариантта, и все. В принципе, сол үшін необходимо вот эти условия. Бұл условиясыз Gmashnet-ті қоса алмайсыздар. Сосын тағы да бір нюанс, сол планшет серверде бүкіл мағлұматтар дайын болу керек. Жетінші сұрақ. Какие существуют варианты подключения к серверу через Meshnet? Мен қазір ғана айттым. Неше вариант бар, қандай варианттар бар? Клиент сервердің жаңағы клиент планшеттің сервер планшетке қосылатын қандай варианттар бар Meshnet арқылы? Так, бұл жерде не арқылы қосуға болады? Бізге QR арқылы қосуға болады, тиімді. Бірақ ол жаңағы неге жалған тұру керек? Модемге. Иә, Аха, немесе жаңағы сіз айтқандай доступпен шашуға болады, ол бірақ ыңғайсыз болады бізге. Жаңағы бізге берген роутерлар арқылы қосуға болады, жаңағы QR арқылы. Бірақ екеуі де бір Wi-Fi-де қосылып тұру керек. Иә, бірақ мына жақта вариант подключения деген андай ғой. Сіз QR деп айттыңыз ғой. QR-дан басқада да класс поблизости деген режим бар ғой, сонымен қосылғанда да болады да. Геолокацияны ашып қойыпшы. Сол класс поблизости негізі ыңғайлырақ. Неге? Потому что оқушы анау QR-ға жүгіріп барып, оқытушыға уақыт кетеді де келу үшін. QR-ды тек қана жаңа класс поблизости көрмей жатса ғана қолданған дұрыс деп ойлаймын. Себебі қанша рет көрдім мен, оқушылар айтады, ана QR-ды келу керек. Ол мысалы 20 оқушы бар, 20 оқушының барлығы каждый келіп QR-ды жасау үшін где-то бір 2 минутта уақыт кетеді. 2 минут емес, даже 5 минут, 10 минут кетіп қалуы мүмкін, да? Класс поблизости ол өзі отырды, жаңағы режимді ашты, бургерді ашты, и ішіне кіріп, просто высвечивается вот этот сервер планшет, и соған қосыла салады, и все. И ол барлығы бір уақытта жасай алады, да, почти что. Поэтому вот екі вариант бізде существует. Екі вариантты әртүрлі жағдайда қолдануға болады. Жаңа QR-да егер класс поблизости көрмесе, первостепенно класс поблизостимен қосылған дұрыс. Сегізінші сұрақ. Как проверить загруженные данные на планшете? Чем отличаются данные на сервере и на клиенте? Может ли клиент стать сервером? Что необходимо, чтобы планшет стал сервером Meshnet? Вот осындай сұрақ. Ұзақ. Загруженные данныйды қалай тексеруге болады? Мысалы, сіз тексеру керексіз ғой планшетті. Бізде жаңағы мағлұматтар бар. Оларды қалай тексереміз? Жазылған ба, жазылмаған ба? Жаңа бір планшетті біз алып аламыз ғой, сервер қылып. Соны загрузканың ішіндегі екі тіл таңдап аламыз. Мен өзім солай істеймін. Екі тілді орыс тілін барлығын көшіріп аламын, барлық деңгейін, А0 деңгейінен Б2 деңгейіне дейін барлығын көшіріп аламын. Ағылшын тілінде солай. Сосын жаңағыдай не арқылы көшіремін ғой? Маған звондап қалды. Meshnet арқылы, Аха. Meshnet арқылы көшіресіз. Интернет арқылы емес, бірінші получится интернет арқылы көшіресіз, потом Meshnet арқылы қалғандар, аха. Иә, аха. Сосын бізге планшетті, мысалы, клиент планшетті сервер қылып жасай аламыз ба Meshnet арқылы? Клиент планшетті сервер қылып жасай аламыз ба дейсіз ба? Иә. Так, оқушының қолында планшетті, иә? Жасауға маса. Мен олай жасап көрген жоқпын, просто көшірілмегенде оқушының өзіне көшіріп бердім да, через Wi-Fi арқылы. Иә. Негізі кез келген планшет оқушыныкінде сіздер сервер планшет қылып жасай аласыздар. Даже ограничение родительский болса да, ол барлық планшеттер бірдей ғой условиялары. Просто сіздер біреуін просто сервер қылып қойғансыздар. Негізі
егер оқушының планшеттері қажет болса, оны да сервер қылып жүруге болады. Оған да мағлұмат, грубо говоря, они универсальные. Вне зависимости, как сіздер учительский аккаунтпен соған кірсеңіздер, кез келген планшетті сервер қылып немесе клиент қылып жібере аласыздар. Ол жағында мәселе жоқ. Что необходимо для создания группы? Вот, мен бағана бір айтып кеткен бір условие керек, обязательный, группа создавать ету үшін. Бірақ қана сөз ол. Группа создавать еткен кезде бір нәрсе қажет. Жауап бар ма? Жауабын өзім айта салайын. Необходимость для создания группы, самое необходимое, это интернет болу керек. Бірақ сіздер оны бір мәрте ғана жасайсыздар. Бір рет жасағаннан кейін сізге оның уже интернеттің қажеті жоқ. Бірақ интернет не үшін периодически сервер планшетті қосып тұру керек? Себебі синхронизация жасап, жаңағы бүкіл оценка и так далее, соның бәрін жаңағы интернетте клаудта сақталу үшін жасалатын дүние. Сіздерге мен қазір көрсетіп жіберейін. Қайтып немен телефонда қалды ғой деймін. Зумға кіре салайын. Біздер автоматты түрде класстарды создавать етіп сақтап қоюымызға болады ғой, Иә, олар сақталады ғой. Сақталғаннан кейін, мысалы бір планшетте бірнеше мұғалімдер жұмыс істейді ғой. Сондықтан олар жаңағы класс сақтағаннан кейін создавать етіп қойғаны интернетке қосылып тұрғаны дұрыс та, себебі интернет арқылы олардың жаңағы бүкіл мағлұматтар сақталады. Кейбірде мәселе пайда болады да, олар создавать етеді группаны, потом интернеттен өшіп қалады, олар жаңағы оценкілері бәрі түседі планшетте сақталғаннан кейін, ол планшеттен басқа мұғалім келіп кіргеннен кейін анау кісінің жаңағы бүкіл данныйларын бәрі кетіп қалады, себебі ешқайыққа сақталатын жер жоқ қой. Уже басқа аккаунтпен кіргеннен кейін уже жаңағы ана кісі айтады, менің данныйларым кетіп қалды, оқушылардың жаңағы нелері, монеталар сақталмаған деп айтады да. Мен айтамын да, ол үшін сіз жаңағы интернетке қосылып, сондықтан содан кейін синхронизация жасау керек. Міндетті түрде синхронизация жасағаннан кейін бірақ қана олар сақталады деп. Қазір мен сіздерге хочу это показать, көрсетіп жіберейін деп жатырмын, себебі сол момент бар да. Recording in progress. Дана демонстрацияны өшіре салайын пока что. Мына жақта бізде қазір классқа ауысып тұр, пока что өшіре салайын. Отключиться деп, вот, отключился от сервера. Учетную запись писать тоже. Теперь мына жақта группаға кіргенде мен, к сожалению, сіздерге көрсете алмаймын, мына жақта көрсетпейді де. Сіздерге мен скриншот ретінде қазір группаға жіберейін, WhatsApp. Скриншоттар жасай алмаймын, қызық екен. Сіздерге кейін көрсетіп жіберемін, полностью скриншот жасап. Нақты обновить все оценки деген бар. В общем, управлять учениками дегенге кірген кезде сіздерде жоғарғы оң жақта үстінде үш точканы басқан кезде обновить все оценки деген бар, соны басқан кезде интернет арқылы ол полностью обновление жасайды да и автоматически неге жібереді жаңа клаудқа. Сосын ежемесячный отчет в формате PDF деген бар, соны распечатка жасаңыздар болады. И қай группаның атын да өзгертсеңіз болады, қателесіп қалсаңыздар. Оның бәрін өкінішке орай мен мына жақта көрсете алмаймын, себебі бассам міне мен көрсетті, просто список көрсетпей тұр ғой. Міне получается показать групповой PDF дейді. Групповой PDF-ті бассаңыз, бағанағы біз создавать етілген сол шығады, оқушылардың спискі. Екінші ежемесячный отчет дейді.
тек кез келген тілде ежемесячный отчет көрсетуге болады. Мен в данный момент ешқандай мына жақта ежемесячный отчет көре алмаймын, потому что менде оқытушылар жаңағы ештеңе сдавать еткен жоқ қой. Сосын мына жақта поделиться группой деген, егер бір мұғалім екінші мұғалімге группасымен бөліскісі келсе бөлісе алады, жаңағы қандай оценкалармен и так далее. Или бір мұғалім мысалы мектептен кетіп бара жатыр, екінші мұғалім келетін болса, тоже может вот эти все данные группы передать другому учителю, либо аккаунт, либо осылай. Сосын вот мына жақта бізде управлять учениками деген обновить оценки деген бар. Осыны басқан кезде егер оценкалер барлығы болса, бұл полностью синхронизация жасайды да, данныйлардың бәрін жібереді. Сосын екінші нәрсе обновить всех пользователей тоже басқан кезде полностью обновить етіледі. Жаңағы синхронизация жасап, получается, интернетке жіберіледі, чтобы сохранить какие-то данные. Бірақ бұны әрқашан жасаудың қажеті жоқ. Определенный уақыт қана, когда вот в конце урока учитель хочет передать свои эти, ну, свой планшет и так далее. Вот. При необходимости учитель может удалить группу, редактировать группу, басқан кезде атын өзгерте алады жаңағы и так далее. Сосын мына жақта вот обновить все оценки дейді, мынау облако көрсетіп тұр, соны басқан кезде сол шығады. Жалпы осы мен көрсетемін деген жаңағы сұраққа байланысты нәрсе. Енді соңғы сұрақ қалды. Қазір демонстрацияны қайтып қосып Какие условия требуются для успешного соединения по технологии мышных? Бұл қайтып жаңағы сұрақ, только чуть-чуть по-другому задан. Успешное подключение, успешное соединение. Бізге қандай нәрселер керек? Мен сіздерге айтқам. Что нужно, чтобы у нас мышнет работал? Просто көп мұғалімдерде сондай бір проблема болады да. Олар мышнетті орнатылмай, настройкасын жасамайды, бірақ бір определенный условиялар дайын болса, онда мышнетте ешқандай мәселе болмайды қосуға. Доступ к интернету и сервер. Не, Wi-Fi. Wi-Fi. Сосын еще тағы Интернет, доступ к интернету бірінші мәрте. доступ к интернету в технологии мышнет не требуется. Жоқ, енді бір Wi-Fi болса, бәрін сосын тағы интернеті. Жаңағы классты жаңағы поблизости не табуға шығар? Все, отлично. Получается, сіз айтқандай Wi-Fi барлығында бірдей болу керек и геолокация қосылып тұру керек заранее. Разрешениесі. Осы екеуі нәрсе болса, ешқандай мәселе жоқ, ол қосылады и көрінеді. Получается, көбісі сол жақта екі нәрседен қателеседі и қателескеннен кейін осындай мәселе болып қалады. Wi-Fi қосылмай қалады, геолокациясы қосылмай қалады и отырады жаңа қосылмай. Бірақ негізі осы екі нәрсе элементарный заттарды қосқаннан кейін кез келген жаңағы мышнет жақсы жұмыс істейді. И үшінші условие жаңағы роутер жақсы болу керек. Роутер жақсы болса, барлығын полностью жаңағы нагрузканы көтереді. Жалпы бүгінге тренинг осы. Сіздерде қандай сұрақтарыңыз бар, тоже сұраңыздар. Қазір мен сізге ответ беремін, жауап беремін. Қандай сұрақтарыңыз бар, сіздер сұрай берсеңіздер болады. Жалпы тренинг бойынша, толығымен Oculus бойынша, планшет бойынша. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ енді практически істеп көрген кезде туындайды ғой. Дәл қазір кезде практикалық жүзінде ешқайсысын қосып бүйтін ақ көрген жоқпын. Алла нәсіп етсе, дүйсенбіден жұмысқа барғаннан бастап бір қосып мұғалімдерге бірінші өзіміз бір көп түсініп алып, сосын ары қарай мұғалімдерге түсіндіру. Сіздер практика жүзінде қосылғаннан кейін полностью менен сұрай берсеңіздер болады. Желательно WhatsApp-қа группаға жазасыздар, сосын сіздерге мен уақытым бос болған кезде сразу тезірек түсіндіріп жіберемін, немесе инструкцияны жіберемін. Мәселе туындайды деп қатты особо ойламаймын. Негізі жаңа мектептерге кішкене қиынырақ болады, бірақ бұрынғы мектептердің барлығы уже біледі.
Жандос, Сабыржандар уже менімен көп болды жұмыс істеп келе жатқан. Қалған кісілерге, сіздерге мен ашықпын. Әрқашан сіздер WhatsApp-қа маған жеке жаза берсеңіздер болады. Акюриспен кез келген сұрақтар туындаса, оны ой кейін сұрайын деген лучше сразу спросить и сразу решить проблему. Кейін мен сіздерге түсіндіріп беремін қалай шешімін қабылдау керек екенін. Сосын егер сол сіздердің сұрақтарыңызға байланысты еще можете и инструкцию напишу, чтобы было анау frequently asked questions чаво дейді ғой, сондай бір определенный документация бізде негізі болған бұрында, бірақ ол в принципе бар да, но ол уже мағлұматтар кішкене ескіріп қалған. Ал қазіргі жаңасына тағы да жаңадан мен постараюсь сделать инструкцияны. Иә, презентацияда в принципе как инструкция ретінде жүреді, бірақ сіздерде практика жүзінде көп басқа да мәселелер пайда болуы мүмкін. Сондықтан сол мәселелер бойынша тағы да біз инструкция жасап жүреміз. Сол жалпы менде. Мгм. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. В принципе, бәрі түсінікті. Қалған енді жұмыстарды практикалық жүзде істеп, туындалған сұрақтарды чатқа немесе жекеге жазып, жауаптарын алып, ары қарай жұмыс жасаймыз. Я жақсы, сол ескі қалалар, иә, сіздер жаңағы мектептеріңізге барып, планшеттеріңізді бір тексеріп, жұмыс істеп жатыр ма жоқ па, назарыңызға жаңа жоғарыда айтып кеткендей отчет беріңіздер, иә. Сосын кейін мұғалімдерді жинап, келесі аптада осындай кішігірім технический тренинг жасаңыздар. Міндетті түрде аудио-видеоға түсіріңіздер, иә, не жасағандарыңызды бәрін фиксировать етіңіздер. Өйткені ертең отчетта назарымызға өзі де қарайды сіздердің отчетта. Дауысыңыз естілмей жатыр. Назар мырза сіздердің отчеттарыңызды да тексереді, жаңағы отчеттарыңыз толық болсын, иә. Мұғалімдер ең негізгі басты нәрсе, мұғалімдер планшеттермен жұмыс істеген кезде ешқандай қиындықтар туындамау керек. Планшеттер 100% жұмыс істеп тұру керек, иә. Жандос мырза, Жангелді, иә. Сабыржан мырза, Асылбек, иә. Сіздерге айтарым осы. Так, по городу Ахтау, Семей, Туркестан. Коллеги, возможно, эта информация вам немножко трудна для восприятия. Однако технические специалисты друг друга лучше понимают. Я совершенный гуманитарий, поэтому Назар Мурза всегда в доступе, да, он ответит на все ваши вопросы. Ваша миссия — это получить, да, планшеты, установить приложение и дальше по школам распространить и провести технический тренинг для учителей, то есть русского и английского языка. То, что вы сегодня научились, ну, вы понимаете, что некоторую информацию им надо давать, некоторую нет, так как они не технические специалисты. Всех, пожалуйста, прошу. Өткенде бір семинарда, Zoom конференцияда бір жерде қазақ тілі де қосылды деген еді, или ол болашақта қосыла ма? Ол болашақта қосылады. Асылбек мырза, сіз ғой деймін, сұрап тұрған. Иә. Жоқ, енді біздің мектеп, өзім жұмыс істейтін мектеп қазақ тілі, қазақ мектебі ғой. Бірақ енді басқа мектептерде қолданған жағдайда оларда орыс класстары болуы мүмкін, и жаңағы вдруг сол сұрақты қойып қалған жағдайда не деп жауап беремін дегенім ғой. Қазақ тілі әлі жасалып жатыр, разработкада дейді ғой. Тек қана қазір орыс тілі мен ағылшын тіліне ғана акцент жүріп жатыр. Бұрынғы фазадағыдай. Жауап бере алдым ба сұрағыңызға? Иә. Қанағаттанарлық қой. Рахмет. Бәріңізге чатқа қосылға жаңағы ссылка жібердім. Қосылыңыздар. Осы жерден жаңағы сұрақтарыңыз болып жатса қоюға болады. Бәріңізге осы жерден ссылка және осы презентацияны жібереміз. Көп рахмет. Көп рахмет сіздерге, әріптестер. Жақсы, сұрақтар болмаса. Альфия.
ханым? Назар, көп рахмет за подробное такое объяснение. Все подробно объяснили, все стало понятно. Благодарим, что создали чат. Назар, как мы поняли, будет оказывать нам в дальнейшем тоже поддержку. Презентацию свою передаст. По алгоритму мы все отработаем, будем на связи. Все реализуем, не переживайте. Көп рахмет. Благодарим. Рахмет. Рахмет. Жақсы, онда уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше, онда сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар, құрметті Назарыңызға әріптестер. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет. Сау болыңыз.